Саламатсыздар ма достар? Бүгін пенсияны 3 есе көбейту жолын бірге қарастыратын боламыз. Сіздермен бірге Шынар Сүндетқызы, бухгалтер, қаржы кеңесшісі. Зейнетақының 3 түрі болады: еңбек, базалық және де ЕМПФ зейнетақысы. Біз әсер ете алатынымыз бұл еңбек зейнетақысы. Осы еңбек зейнетақысын біз 3 есе көбейте аламыз. Сонымен еңбек зейнетақысын есептеген кезде бізге 2 коэффициент керек. Бұл 98 жылға дейінгі стаж, және екінші коэффициент бұл 98-ден кейін кез келген қатар тұрған 3 жылдың табысының орта табысы. Яғни қарапайым сөзбен жалақы. Ал біз оны норматив дейміз. 98 жылға дейінгі стажды қайдан есептейміз? Еңбек кітапшасынан аламыз. Және де қосымша әскери билет, ер адам болатын болса да, баланың туу туралы куәлігі қосымша стаж береді. Және де диплом. Сіз оқуды бітірмесеңіз де, жарты жыл, 1 жыл оқысаңыз да, бұның бәрі стажға кіреді. Тек қана анықтамамен дәлелдеу керек. Тағы да қандай құжат қосымша стаж береді? Мен сізге арнайы нұсқаулықта айтайын. Сізге нұсқаулық қажет болатын болса, осы номерге зейнетақы нұсқаулығы деп жазыңыз. Мен сізге сол нұсқаулықты тегін жіберемін. Сонымен 98 жылға дейін стаж қанша болу керек? Бұл таблицамен көре аласыз. Мысалы 65 жылғы болатын болсаңыз, 98-ге дейін сізде 15 жыл стаж болу керек. Бұл таблицаны сіз нұсқаулықта көре аласыз. Келесі коэффициент бұл бізде норматив. Мысалы, әйел адам 98-ші дейінгі стаж 110 ай болсын. 1 айлық орта табысы 26.826 теңге. Так, оны қалай есептейміз? Бірге көрейік. Бұл әйел адам 98-ден кейін вообще жұмыс жасамайды. Тек қана январь 23-тен бастап ноябрь 23-ге дейін осындай жалақы алған. Оны 85 мың пенсионка есептегенде, оны шығып тұрда алған пенсионкасы. Сонда орташа айлық табысы, орташа зарплатасы 26.821 теңге шығып тұр. Енді қараңыз. Коэффициентті есептеген кезде әйел адам болғаннан кейін 110 айды 240-қа бөлеміз. Ол бізде 0,45, 33 шығады. Ал енді орта айлық табысымыз 26.826 теңге. Бұл минималды жалақыдан аз. Минималды жалақы 2025-те 62.771 теңге. Бұл минималды жалақы дегеніміз қолға алатын ақша емес. Минималды жалақы дегеніміз бұл сондай көрсеткіш. 2025-те ол 62.771 теңге болады. Ал 2026-да бұл көрсеткіш өзгереді. Енді осы көрсеткішті пайдаланған кезде еңбек зейнетақысы 17.261 теңге шығып тұр. Өте аз, келісесіз ғой. Енді осыны қалай 3 есе көбейтеміз? Осыны еңбек зейнетақысын 3 есе көбейту үшін бізге нормативті орындау керекпіз. Яғни орташа табысымыз 55 МРП-дан аспау керек. 2025 жылы 1 МРП бұл 3932 көбейту 55, сонда шығады 216.260 теңге. Сонда орташа зарплата 216.260 теңге болу керек. Егер пенсияға 2025-те шығатын болса, себебі біз МРП-ны 2025 жылғы көрсеткішпен алдық. Нормативті қалай шығарып аламыз? Біз анықтаманы аламыз. Анықтаманы ЕГОВтан немесе Каспий қосымшасынан алуға болады. Жылдарды қарап шығамыз. Сол жылдардың ішінен қатарымен тұрған 3 жылды таңдаймыз. Сол 3 жылда максимальный пенсионный взносы төлену керек еді. Ол қай жыл болуы мүмкін? Ол мысалы 20, 21, 22 болуы мүмкін да. Сол уақытта ол кісі, например,
вақытымен жұмыс жасап жақсы жалақы алу мүмкін. Немесе соңғы жылдары болуы мүмкін, иә. Сол себептен де мұқият анықтаманы қарап шығамыз. Мысалы, бұл кісі жақсы жерде жұмыс жасаған, иә. 23-тен бастап 24-ке дейін жалақысы 450 мың теңге болған. Енді қараңыз. 1,5 жыл жұмыс жасаса да, бұл кісінің жалақысы нормативке жетіп тұр. Норматив 2025-те 216 мың 260 теңге. Бұл кісі де 225 мың теңге шығып тұр. Яғни нормативтан асып тұр. Қазір бұл кісі жұмыс жасамайды. Және де ол кісі сұрайды да, мен ИП-мен немесе тағы да жұмыс жасап көбейте аламын ба деп. Бұл кісіге нормативті орындау үшін жұмыс жасамаса да болады. Себебі норматив 1,5 жылдың ішінде орындалып тұр. Себебі жалақысы жақсы болған. Көрдіңіз ғой? Енді қараңыз. Норматив орындалғаннан кейін тура сол әйелді алайық, сонда нормативін 216 мың 260 теңге ғой, сонда еңбек зейнетақысы 59 мың 471 теңге шығып тұр. 17 мың 261 теңге қайда? И 59 мың 471 теңге қайда? Өзіңіз көріп тұрғанда еңбек зейнетақысы 3 есе көбейді. Достар, егер сізге консультация қажет болса, онда осы номерге жазыңыз. Пенсия нұсқаулығы деп көрсете кетіңіз. Персональный расчет пенсия қажет болса, онда хабар аласыңыз. Персональный расчет пенсия менде 30 мың теңге тұрады. Қалай көбейтуге болатынын, құжаттарды қалай дұрыстау керек екенін бәрінде түйді жазып беремін. Зато сіз сенімді жүресіз. Сіз тыныш ұйықтайсыз. Қанша пенсия алатыныңызды білетін боласыз. Дайындалмаған уақытта пенсияңыз қанша болады? Дайындалған уақытта пенсияңыз қанша болады? Білетін боласыз. Және де максимальный пенсия бәрімізге де қажет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.